Сіз білесіз бе? Қызылшаны тек қана тамақ, салат ретінде ғана емес, емдік мақсатта да пайдалануға болады. Иә, кәдімгі қарапайым, қалтаңызға қолжетімді тұратын қызылша сіздің біраз кәдеңізге жарары анық. Ендеше кеңестерімізді мұқият тыңдап алыңыз. Ең әуелі анемияны емдеуге қолданылатын тағамдардың бестігіне кіреді екен бұл қызылша. Қызылша сусынын дұрыс қолданылған жағдайда тамыр жеміс гемоглобинді бірнеше есе арттыра алады. Сонымен бірге шырын құрамындағы анемияға пайдалы дәрумендердің концентрациясы шикі көкөністерге қарағанда едәуір жоғары. Жөтелге қарсы емдік мақсатта қызылшаны қолдана аласыз. Оның сусынын ішіп қана қоймай, ингаляция жасауға, тамақты шаюға да болады екен. Жөтелген кезде сіз 2 апта бойы жаңа піскен сусын іше аласыз. Өсімдіктің тамырына кіретін заттар қабынуға, микробқа, инфекцияға қарсы болып келеді. Ол қақырық түсіретін дәрі ретінде керемет қолданылады. Қызылша іш қатудың ең танымал құралдарының бірі. Қызылшаны тек қана үлкен кісілер ғана емес, жаңа туған нәрестелерге де іш қатуы кезінде беруге болады. Бірақ кішкене нәрестелерге тамшыдан беріп, оны балалар дәрігері рұқсат ететін басқа көкөністермен араластырған дұрыс. Іш қатуы кезінде тек қана жаңадан сығылған нұсқа ғана ұсынылады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абай болыңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді екен. Не ішсек те, не жесек те денсаулығымыз мықты болсын. Біздің берген кеңестеріміз пайдаңызға жараған болса, каналымызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Алда әлі талай қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын.